Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді әрі оп-оңай дайындалатын бургерлер дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті, қантты, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Апарамыз көтерілгенше жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын үстіне тұзды, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне міндетті түрде ұнды еліктен өткізіп қосамыз да, бірінші венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын үстіне еріп тұрған жұп-жұмсақ сары майды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жабысқақ болып келеді, бірақ артық ұн салмаймыз. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Енді бургерімізге котлет жасаймыз. Ол үшін ыдысқа тартылған етті, майдалап туралған сәбізді, майдалап туралған пиязды, жұмыртқаны, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сосын котлеттерді домалақ пішінге келтіреміз де, қызып тұрған отта пісіріп аламыз. Көтерілген қамырымызды алып, бірдей 5 бөлікке бөлеміз. Сосын домалақ қып домалақтаймыз. Домалақ бөлкелерімізді протеинге орналастырамыз да, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Сосын бетіне күнжіт себеміз. Бөлкелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бөлкелеріміз өте жұмсақ болып шықты. Енді толықтай суытып, бөлкелерімізді екіге бөлеміз. Енді бургерімізді жинаймыз. Ол үшін астыңғы қабатына майонез жағамыз, ал үстіңгі қабатына кетчуп жағып шығамыз. Майонез жағылған бөлкеміздің үстіне салат жапырағын қоямыз. Содан соң үстіне котлетімізді, қызанағымызды, қиярымызды қойып шығамыз. Сосын үстіне сырымызды қойып, тағы да салат жапырағын қойып шығамыз. Сосын үстіңгі бөлкені қойып, барлығы бірігіп тұру үшін ағаш шпажканы тығып қоямыз. Мінекей біздің оп-оңай дайындалатын бургеріміз дайын. Ол бургерлерді сіздер міндетті түрде дәмін көруге тиіссіздер, өйткені өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Раушан.